Бұрынғы заманда сол фамилияның не екенін білмейді ғой. Білмегеннен кейін жаңа кісілер айтыпты ғой, мен соғысып келдім дегенде Саваш деп жазып беріпті фамилиясын. Онан кейін Түркияға көшіп барған кездеріңізде алғаш. Онан кейін сендер неме деген, мен мал бағып жүруем деген. Содан мал баққан деп қойыпты фамилиясын. Бір кісі айтып, мен атқа мініп жүрушем дегенде, атқа мінет, ата бинен деп жазып қойыпты. Ол фамилияны білмейді баяғы ол уақытта. Сөйтіп қойған. Біздің Асанбай ұшып қонып жүреді екен, сендер сұңқар дедіңіздер ме жаңа? Содан Шахин деп қойыпты, мынау ұшып қонып жүрген құсқысаған екен деп. Бірақ сонда оны аударып айтқан екен, Шахин деп, аударып айтты ғой енді, міне сен үстіп жүрсің деп. Ол уақытта түріктің тілін ешкім білмейді, бір пән де білмейді. Әйтеуір біздің әкеміздің енесі ағамыз ағылшынша біледі, түркше біледі, қазақша біледі, пәкістанша біледі, ол кісі оқытырады екен. Содан ол кісіге білгін деп қойыпты. Енді ол уақытта әуел бір апаға сұраған екен, үйбеу әдір қалға, қалтам бетерамалыма түйіп қойып ем, соны ұтып кеттім ғой деп айтыпты өлі. Соны не деп қойыпты? Соны білмеймін, бәрі күліп жүретін ұшытып айтып. Онен біз мән беріп жүргеніміз жоқ қой, өзіміз сөз жүргеннен кейін. Өйткені қазақша өзіміз білмей жатырмыз ғой. Әзір өздерің көрдіңдер, біздің жақын баладардың бәрі қазақша айтсаңыз түсінбейді. Енді біздің немередеріміз кішкене қазақша түсінеді, үйде біз өйткені қазақша айтамыз. Жаңағы дәрігер күйеу баланың баладарына бірден қайсың, менің апам немене айтып отыр? Мынадары маған ертек айтып отыр ма дейді екен баладар. Сонымен енді баяғы шала қазақ болып жүрміз, әбден қазақ боламыз деп үшіге келіп алып, бұл жерде де көп әнәкісін ауырғанынан тұра алмай кетіп қалдық қой. Неңесінде үшіге келеміз ғой деймін соңында.